Bugün efirdamiz. Эфирге келіп алып ертемен күндеріңіз сәтті өтсін. Аман болыңыздар. Бұл историяны только қыздар қауымына арнаймын. Құрметті сұлу қыздар, ару қыздар. Егер де менімен танысып көргілеріңіз келсе, төменде ссылка қалдырып кетемін. Сол ссылкаға кіру арқылы маған үмітке көп келсеңіздер болады. Кім біледі, бәлкім сіз менің бағым боларсыз. Келіңіздер, танысайық. Осылай. Қалай, амансыздар ма? Аман-есен жүрсіздер ма? Бүгін 14:30-да эфирді қараймыз. Бізде алып сабақ жаңалық жоқ, алып айтарда әңгіме жоқ. Сол келдік, не дейміз басқа? Дәлші бөліш көреміз. Өмір қалай болады? Бір Алланың қолында. Таңдау бізде. Мынандай махаббат кімде болады екен? Иду. Мына біздің қыз мына жерде Даниярға хат жазып отыр. Көзі ағып, жылап. Не жазып отырсың Даниярға? Жазбай ештеңе деп қойсай. Қалжыңдай. Сәлем айт Даниярға, хатына жазып қой. Құрдасың сәлем айтып жатыр деп. Жарай ма? Эфир басталып жатыр, бисмилля деп 14:30-да қосайық бағдарламасын тамашалаймыз. Кешкісін қандай да бір жаңалықтар болса айтады. Сөйтіп келе жатсам, мына жігіттің артында мынандай подсумок тұр да. Базар жоқ деп қойған соң мынандай подсумок осыдан 15 жыл әскерде көргенмін ғой. Әскер есіме түсіп кетті, короче. Базар жоқ. Білмеймін не үшін тауып алған, бірақ сумкасын дерсін. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Сол қазір съемкаға бара жатырмыз. Үлгермей жатырмын да, шашымды жуа салып, короче, душтан шығып, су болып тартып бара жатырмын. Солай. Істеріңізге береке берсін достар. Қандай да бір жаңалық болып жатса, өсіп жатырмыз. Шаштегі көрдіңіз ол өсіп кеткен, шаш алдыру керек. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен эфирге дайынмын. Бүгінгі образым осындай, бағасын беріп кетіңіздер. Қалай болып тұр? Кеше мен түнде бір бағдарламаны көріп отырып, Қалқаман Сарин ағамыз өзіміз жақтан болғандықтан қарауылды қойып, өзім туылған жерімді қойған болатын. Көптеген адамдар жазып жатыр. Я мен Абайданмын, Арқат ауылында тұрған ата-анам қарауылда кеш эфирдім. Өйткені бір апта алдын жазылған едім. Бұл кісіде енді мастерда орын мүлде жоқ. Қараңыздар, қолтығымның барлығын бір жесте алып тастады. Қазір менде комплекс, арғы жақтарымды көрсетпей қояйын. Егер қыздар, сіздер өздеріңізге ең керемет, ауру, сыз мастер іздеп жүрсеңіздер, мен өзімнің мастерімді белгілеп кетейін. Сақтап алыңыздар, тіркеліңіздер, барлық сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, және бағасы да қол жетімді.